Қайырлы күн достар, біз бүгін Осман телесериалының 216 бөліміне келдік. Бүгінгі бөлімде Қожабек, оның інісі Егітбек және Хасанбек үшеуі сөйлесіп тұрады. Яғни алдыңғы бөлімде осы Гойник қаласын османдар басып алып, осы Қожабекке тапсырған болатын. Одан кейін Османбек батырларды жинап алып, соғыс қалай болды, соғыс аяқталды, жауынгерлер шаршап қалған жоқ па дейді. Сол кезде сол жердегі тұрған Алайдинбек, Хасанбек және Қожабек барлық айтады, иә, батырлар шаршаңқы, бірақ біз сонда да Модурноны қабырғасын бұзып алуымыз керек деп сол жерде үлкен жиналыс болады. Сол арада Османбекке Балабегім келе жатыр деген хабар келеді. Османбектер далаға атып шықса, Жерқұтай алдынан жүгіріп шығып, Халименің жағдайы өте нашар, София бізге шабуыл жасады деп айтады. Халиме қансырап жатады, Алайдин жүгіріп барып, осы Халимені көтеріп алып ішке қарай кіргізеді. Егітбек Клаудиусқа жансыз жібереді, яғни жансызға айтады, таң азанымен шабуыл жасайды, қорғансын деп оған айтып жатқан кезде Хасанбек оны көріп қалады, бірақ сонда да оған білдірмей, яғни Гойник қаласына апаратын заттарды айтып жатқанмын деп өтірік айта салады. Клаудиусқа София келеді, яғни керуендердің барлығын өлтірдім, Балабегімдерге шабуыл жасадым және Халимені өлтірдім дейді. Енді ертең соғысты бастай берсең болады, Клаудиус саған енді кедергі жоқ, Османбекке тағамдар, азнаулақ заттар бармайды дейді, мен барлығын өртеп жібердім деп жауап береді. Осы сәтте Халимені көрсетеді, Алайдинбек Халимені емдеп жатады. Османбек одан сұрайды, яғни Балабегім бұл нәрсені кім жасады деген секілді. Сол кезде Балабегім айтады, бұның барлығын ұйымдастырған София, біздің заттарымыздың барлығын өртеп жіберді және Халимеге пышақ тақады және оны өлтірмекші болды дейді. Осман Боранбекті осы Клаудиустың қамалына қарай жібереді, яғни барлығын зерттеп білдеп. Осман, Қожабек, Балабегім және Хасанбек төртеуі ойласады, яғни біздің батырларымыз, біздің ұлдарымыз осы орыс қыздарды, яғни кәпірлерден қыз алып үйленсін, сонда осылар бақытты болса, біздің қанымызда, жанымызда көбейеді, барлығы тату болады дейді. София мен Клаудиус екеуі жоспар құрады, яғни Елена деген қызды осы Османбектердің сарайына жұмсаған екен, яғни өрт қою үшін. Софияның жіберген тыңшысы Елена сандыққа бір нәрсе салып жатады, оны Егітбек көріп қояды да, мойнына дереу пышақ тақайды. Сені кім жіберді, кімнің тыңшысың сен дейді. Сол кезде қыз айтады, мені Клаудиус жіберді деп кішкене хатты оған көрсетеді және мені ұшатын оттарды дайындауға жіберді дейді. Фатма бегім мен Оғыз екеуі кездесіп қалады, яғни Оғыз деген Фатманы жақсы көріп жүрген жігітті, яғни бір-бірімен кездесіп қалады. Фатма бегім одан кешірім сұрайды. Османбек батырлармен бірге осы Клаудиустың қамалына шабуыл жасауға келеді. Сол арада София да Гойникке шабуыл жасайды, ортаға от қояды, оны халыққа жасатқызады және Балабегім көтерілісті баса алмайды. Клаудиустың қамалына Османбектер жауынгерлермен тас атады. Яғни сол арада боран мен оның сарбаздары да осы қамалдың астына ұшатын от қойып, сол жерді типа енді бомба дейді ғой, сол жерді өртеп жібереді. Яғни сол жер түсіп қалады. Сөйтіп Османбектің сарбаздары осы Модурноға кіріп кетеді және соғыс басталып османдар жеңіске жетеді. Ал Гойникте көтеріс болып жатты, оны София жылан ұйымдастырған болатын, яғни Гойниктің қақ ортасына өрт қойып, өрт шығарды және кәпірлерді түріктерге қарсы қойып, түріктер кетіңдер деп кәпірлер ұрандатып жүрді. Осының барлығын София ұйымдастырған болатын. Ақыры София ортаға шығып, Балабегім екеуі қылыштасып, екеуі төбелеседі және Софияның Балабегім қолын жаралайды. Сөйтіп аяқ астынан София қашып кетеді. Одан кейін көтеріліс аяқталады. Сонымен бірге Осман да жеңіске жетеді. Бүгінгі бөлім өте қызық болды. Келесі бөлімді көргілеріңіз келсе лайк басып комментарий жазыңыздар.